Бәріне бірдей теңдей бөліп берді. Отыңдар ма? Ал қайталап сұрайын. Сендер бөліп бере аласыңдар ма? 5 қазды 6 адамға кім бөледі? Қайсы? Ал сен айта ғой, сен айтасың да, сен айтасың сен. 2 қазды ұлдарына берді. Қалай? 5 қаз. Оны 6 адамға бөлу керек. Ұққандарыңды айтасыңдар. 1 қазды ханмен ханшайымға бөлді. Дұрыс, біреуін берді. Олар қанша болып сонда? 3. Ол дұрыс айттың. 2 қазды ұлдарына берді. Дұрыс айтты ма? 2 қаз дейді. Сен айт. 1 қазды 2 ұлына берді. Сонда қанша болды? 3. 3 болды. Тағы да 1 қазды 2 қызына берді. Олар қанша болды? 6 болды. 3 болды, е? Олар 3 болды ғой. Енді қанша қаз кетті қыздар? Балалар. 3 қаз. 3 кетті, е? Енді 2 қыз бар. Оны не істеді? Кім айтады? Ұлдардан. Ал айтшы. Оны кедейге 2 қазына береді. Кедей бере ма? Жоқ, кедей өзіне алады. Дұрыс айттың. Өзі 2 қазын алды да, ол қанша болды сонда оның өзі? 2 қазыма, о да 3 қаз. қанша болды? 3 қаз. 3 болды да. Сонда бәрі теңдей болды. Тағы да айтамыз, тақырып сонда не? Тақырып Өте дұрыс айттың.